Яндекс таксиде қай тарифтарда қандай табыс, эконом, комфорт, К+, және бизнес тарифтерінде бүгін тәжірибе достар. Қанша тұрады? Емежан. Машина 4,5 миллион. Сол осы машиналар қайсысы қанша ақша табады? Қазір көреміз. Не ойлайсыздар сіздер? Комфорт дейсіздер. Солай сеніп жүрсін енді өз-өзіңді алдап, иә? Эконом ғой, эконом. Мынау өзінше бір эконом деп қой. Бағалар қанша? Айтып жүрші тағда, Наке. 11,6 скидкамен, негізі 14 миллион, Аризо. Нешінші жылғы? 23, иә? 24 жылғы Элантра 11 миллион. 24 жылғы Сит 11 миллион. 14 жылғы Акцент. 12 жылғы. 12 жылғы Акцент 4,5 миллион. Отатын машина ғой. Наке қалай ойлайсың? Результатқа келе аласың ба әйтеуір? Ұялып, қашып кетіп жүрмейсің бе? Келемін ғой. Мен түсірмей қой, Макенің арнасынан көресіздер бәрі. Машинаның түрін мен Маке түсіріп отыр. Мен осылай контент түсіріледі ғой, достар. О-хо-хо, дейсің ғой. Автообзорщиктер, блогерлер осылай түсіреді ғой, міне, көрдіңіздер ма? Ассалаумағалейкум достар, Демежан Кармен арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде өздеріңіз көргендей тамаша бейнеролик. Бүгін 4 машина, 4 тариф Яндекс таксиде қандай табыс табады екенімізді көре жатармыз достар. Hyundai Accent 2012 жылғы, Kia Ceed, Макенің Kia Ceed'і, Оскардың Hyundai Elantra'сы және де бизнес тарифте Бакенің Cherry Arizo'сы достар. Бүгін 7 сағат жұмыс жасаймыз және 7 сағатта қандай табыс табамыз, қай тарифте қандай табыс, бәрін толғандыратын сұрақ. Сондықтан да біз бастаймыз, кеттік. Бизнес 22 дей ма? Бизнес 22 ма? Приоритет? Базар жоқ. Бәрімізде 0. Достар, 0. Заработок уже сағат 6:30 басталды. 6:30-нан сағат тариф эконом. Баланста 3 мың теңгесі бар екен дейсің ғой. Так, тарифі комфорт. Неге екеуін қоса бар? Қара. Осы жерде стал қалды ғой. Осы жерде стал қалды. Комфорты тұр екен. Нағашы? Ойбай. Бизнес. Бизнес, комфорт плюс, комфорт эконом. Ал енді линияға шығамыз. Тоқта, бірінші болып мына. Бизнестен бастаймыз, өйткені бизнесқа түспей қалады. Кеттік, бизнес шықты линияға. К плюс шықты линияға, комфорт. Қазір мен шыр ете түседі. Менікі шыр ете түседі қазір. Кеттік, кімге бірінші тапсырсын? Мә, саған кетті комфорт. Макен кетті ғой, йо-бай. Давай, болма, мойындадыңдар ма жеңілгендеріңді? Бір аэропортқа барамыз, озып кетеміз. Кеттік. Макен кетті бұл. Жеңіліп қалыңдар мен? Заказ отменен деп тұр ғой. Мә, заказ түспей жатыр ғой, экономға. Экономға не болды? Макен кетті заказға. Давайте, сәттілік, давай бақа. Мә, Сізге заказ жоқ. экономда заказ жоқ, соған таңғалып тұрмын мен. Рейтинг 4.96, платина 94, активность. Эконом кетті, К плюс 400. Пропустить. Алс. Мә, плюс 400 жақын жерден. Бөкейханы жүрім. Бірақ Uber екен. Қабылдадым. Uber екен. Рейтинг көрінбеді, көріндіріңіз бе? Uberмен заказ берді. 6 минут жүрдік, 6 минут тапсырысымызды аяқтаймын. Жаңа 400 коэффициентпен заказ түсіп еді. Бағасы 1100 теңге наличкамен түсті. Екінші тапсырыс түсті, достар. Жиделі дейді. Жиделі 9-дан достық бірге барамыз, коэффициент плюс 500. Мына қарындасымызды алып келін, достар. 10 минут жүрдік па? 10 минут почти что. 9:48 секунд. Тапсырысымызды аяқтаймыз. Бағасы 1340 теңге. Керемет пе? Керемет. 6-тан 58 кетті. Коэффициенттер өшті да қалды. Зеленкамен қабылдадым, достар. Забери меня, проспект Қабанбай Батыры 32. Заведение ғой.
тәуелсіздік 3 дроп бірге барады екенбіз. Қаңғыған біреу ғой деймін. Ішіп, жеп, ішіп, түні бойы қыдырған адам заведенияларға алып кетеміз. Үйіне апарамыз ба. Көреміз қандай адам екен. Осылай достар, бүгін осындай керемет бейнеролик қай тарифтерде қандай табыс 6,5-нан бастадық. 7 сағат есептедім, 7 сағат екен. 8 сағатқа добивать ете салайық па деп қазір Макиге жазайын деп отырмын. Балаларды общий төртеуміз бір группа создавать етіп соған обсужденияға. Көреміз қалай болады екен. Бейнероликті аяғына дейін көріңіздер, тамашалаңыздар. Қандай табыс табады екенбіз көріп жатарық. Достар, 2930 теңгеге аэропортқа келгесін ғой, базар жоқ. 2-3 теңгелік линияға кірдім да, тегінге кірген жоқпын. Тегінде бычт пробка болып отыр. Зато ешқайда шықпай кірдім, 1 сағатым бар, 2-3 теңге келесі заказ күтемін. Так, 30 минут 51-50 орын. Заказ көп, адамдар түсіп жатыр. Короче, по-любому тапсырыс қабылдаймыз. Орыннан қозғалмаймыз, достар. Аэропорттан келдім. 30 минут жүріп келдік. Тапсырысымызды аяқтайым. Бағасы 2680 теңге. Осындай ма? Керемет пе? Керемет. 2 сағат 19 минут желдемін. Тапсырысқа бар жатырмын, достар. Сонымен негізі не жайлы сіздермен бүгін бейнероликта сөйлесейін деп едім. Бағына әр тарифтардың қандай табыс табады екенбіз, бірдей уақыт жұмыс жасақ, табыстың айырмашылығы қандай екен сұраққа жауап беріледі бұл бейнероликте. Және де тағы бір тақырып қозғағым келіп тұр. Мысалы біз таксида жұмыс табамыз. Менде мысалы ана айда мен 600 мың теңгедей жаптым. Сол ақшаны көрмедім. Күніге ұсталып кетеді ақша. Мысалы салыстыратын болсақ, біреу жалақыға жұмыс істейтін адамдар айдың аяғында жалақысын алады, ақшаларын распределять етеді, нетеді. Айту айдың аяғында бір толықтай сомақы ақша қаражат қолында болады. Бізде неге олай емес? Таксистерде, такси жүргізушілерде неге олай емес? Біздің айдың аяғында ақша көре алмаймыз. Ол үшін күніге ақша белгілі бір соманы қалдырып отыру керек. Ол да болмай қалады, анда-санда ұстап қоямыз. Даже жұмыс барысында, мысалы, бәрінде солай болатын шығар. Бір ақша қарыз қаламыз, бір нәрсе керек болса, сол қарызды қайтару үшін күніге ақшасын жинап, сол қарызды барып қайтарамыз. Примерно солай ғой бәрімізде, шыны керек. Кімде солай пікірлерін қалдырсаңыздар болады осы тақырып жөнінде. Сол мен бір әдіс ойлап таптым. Қазір енді тапсырыстарды орындап тастаған соң айтатын боламын. Достар, қайтадан аэропортқа келдім. Тапсырысты аяқтаймыз. Бағасын өздеріңіз көргендей 3220 теңге. Керемет пе, достар? Керемет. Мысалы, ақшаны жинауға болады, бірақ ол ақшаны ұстап қоямыз. Ұстамайды, негізі жинауға болады. Әдісі сол, баяғы күнде 5000 теңге откладывать етсек, сол баяғы 150 мың теңге айдың аяғында көреміз. Біздің жалақымыз күніге бөлек расходтардан басқа, кредит төлеуден басқа бір 150 мың теңге бала-шағаға бір нәрсе сатып беруге, қыдыруға, сондай бір үйге зат алуға деген сияқты бір ақшаны жұмсағанға. Ондай ақшаны откладывать етсек, жаңағыдай жинауға болады. Бірақ ол да болмай қалады. Негізі мынандай бір екінші таксопарк. Жаңағы Моментум деген таксопарк бар, ол тоже колесаға жатады. Колеса таксопаркіне тура сол барлық условиялар. Мысалы, мен номерға көрсеткен номерға құжаттарын жіберсеңіздер де, мысалы колесада болсаңыздар да Моментумға да тіркей салыңызшы деп сұраңыздар. Мен де сөйтіп Моментумға тіркелдім. Не үшін? Мысалы, азанғы час пиктің ақшасы сағат 10-ға дейін, 11-ге дейін ба, азандағы час пиктің ақшасын жинау. Сол таксопаркпен шықтым, Моментум. Безнал қойып салға болады, достар. Наличкамен төлемес үшін лимит қойып салыңыздар, 200 мың, 100 мың, 500 мың лимит вообще. Наличка ашылмайды да, тек қана безналичный расчет болады. Сонда шықтыңыздар да, сағат 10-ға дейін қанша? 5 мың мен 10 мың арасы ақша шығады.
Вот сол таксопарктан демалысқа или просто сағат 10 болды ма 11 болды ма тоқтап линиядан шығып паркты колеса таксиға қайтадан ауыстырасыздар да ары қарай жұмыс істей бересіздер. Сол такси колесаны таксопаркінен шыққан қаражат және тапқан табыс күніге сол бензинға, кім арендада болса арендаға төлеу деген сияқты соны ғана жұмсайсыздар да қайтадан келесі күні азанда шыққан кезде қайтадан моментумға шығып азанғы часпекті чисто безналмен откатывать етесіздер да. Таңертең азанда безналмен заказдар көп болады, жақсы тиімді заказдар тоже болады, простой болмайды. Даже жоғары тарифтерде да безналмен жұмыс істеуге болады. Азандағы часпекті алып болды, кешкіге дейін ана такси колесамен и такси колесадағы тапқан табысты балансы шешіп, наличкамен төлегендерді жиналады. Сонымен аренда жабасыздар, аренда болса машинаның жөндеу әрекеттеріне 2000 теңге, ол обязательно достар 2000 теңге күніге машинаның жөндеу әрекеттеріне қалтыру. Ол айына тек қана 60 000 теңге шығады. Сол айына шыққан 60 000 теңге сол сіздің дворниктарыңыз, шиномонтажға кеткеніне май ауыстырасыздар. Ол қиын басында. Мен оны өтеп шықтым. Мен 2000 теңге стабильно күніне откладывать етемін. Кейбір кездерде сол ақшаны ұстап қоятындарым бар. Бірақ бір соңғы бір 4 ай ма сол ұстамадым сол ақшаны. Чисто машинаға кетіріп үйрен қалдым. Қазір да соны жалғастырып жатырмын. Күніне 2000 теңге стабильно машинаның жөндеу әрекеттеріне жиналып қалады. Любой біз машинаның запчастьін сатып алып жөндеуге ақшаларыңыз всегда болады. Сондықтан да күніне 2000 теңге жоқ дегенде 2000 теңге бөлек саласыздар да ол ақшаны ұмытып кетесіздер. Тек қана машинаға бір нәрсе алатын кезде сол ақшадан жұмсайсыздар. Солай ақша жинауға болады достар. Практически 6 минут жол жүрдік достар. Опа. Ана қызыл киген қарындасымызды алып келдім. Тапсырысымызды аяқтаймын. Бағасы 550 теңге. Ал енді басталды достар, басталды. Аяқталды. 13:43 тапсырысты аяқтадым. Не жаққа бара жатырмыз? Кафе, Барс кафесіне, Айнакөл жаққа қарай. Достар, міне мотовремен қарасаңыздар 6 сағат 51 минут. Машинамды аэропортта өшіргенім бар. Сондықтан да тура 7 сағатты көрсетіп жатқан жоқ. Так 7 сағат жұмыс кесегіміз, 7 сағат мен үлгіргенім, 19 тапсырыс орындадым, далада 20 градус. Жүрген шақырым, қашықтығым 148 километр. 148-де 2. 148, 150 километрде 2, 150 километр жүрдім достар. Мен тапқан табысым 19 тапсырысқа 20 667 теңге. Сонымен басқа комфорт К+ бизнес тарифтерінде қандай табыс болды екен қазір буквально 1-2 секундтер қалды достар. Сіздерге маған әлі жарты сағат барғанша дейін, тамақтанғанша дейін балалармен кездесіп видеоға нәтижелерін жүктейтін боламын. Сондықтан да ешқайда кетпеңіздер, лайк басып арнаға тіркелмесеңіздер тіркеліп қойыңыздар, қазақшаны қолданыңыздар достар. Эконом, бизнес, комфорт плюс. Қайдағы? Че там? Эконом Жеңді ма? Қазір көреміз ғой барлығы. Мен машинам ар жақта тұр. Айту, сұраққа жауап бердім. Қай тарифта қандай табыс қазір жақсы қорытындыға кетеміз? Осы видео барлық сұраққа жауап қой, айтшы. Бар, қай тарифта қандай? Келесі доставка қосайық, 5 тариф. 5 тариф. О, әдем болды. Комфорт, Мәке, 25 693. Комфорт плюс вообще. Комфорт плюсқа аз заказ қойған ғой. Бизнес. 13-ақ заказ ғой. Не дейсің, Демежан? Қалай болды? Барлығы әділ болды ма? Барлығы әділ болды. Барлықтарымыз бірдей 7 сағат жұмыс жасадық. Әркім бір тарифтардан қосты. Қосалқы тариф қосқан жоқ. Сонымен приблизительно вау деген разрыв жоқ. Мысалы 40 000 бизнес тауып кеткен жоқ, 30 000 теңге комфорт тауып кеткен жоқ. Примерно табыс бірдей деп айтсақ та болады. Бүкіл расходтарын есептесек, машина мойып, мысалы бизнесте машинаны жуып тұру керек, тазалау керек, ішіне су құю керек, салфетка қою керек деген сияқты. К+ да өзінің машинаны таза сақтау керек деген сияқты өзінің нелері бар. Объем двигателя десек те бензин расходы көбірек болады. Сонымен орташа табыс бірдей әртіп. Просто заказдар, шақырымдар, кстати, шақырымдарын айта кетеміз.
мен 150 экономда 150 шақырым болды. Сенде Менде 25.600 табу үшін 183 километр. енді соответственно Бизнес К плюс ондай вообще ондай жүрген жоқ. Көп болса екеуі де 100 километр ғана жүр. И сонымен тапсырыстар саны соответственно экономда көп, комфортта көп, и көп адамдар тасыйсың, көп адамдар отырады. Кішкене клиенттердің несі бөлек. 12 миллионда 4,5 миллиондық машина. Иә. Екеуінің табысы почти бірдей. Почти бірдей табыстар. Сонымен, егер мүмкіншілік болса жоғары тарифта жұмыс істеу керек, а так Мүмкіншілік болмаса өздеріңізді қинамай, без первоначальный машина алып, өздеріңізді қинап қинамаңыздар. кредитқа кіріп деген Иә. сияқты көлік алмаңыздар. Ойбай, тарифтан көп табам, қырып жояп, кредитқа бастарыңызды сұғып. Мүмкіншілік болса алыңыздар, переплатасы аз болса көлік Рассрочка рассрочканы шығып қалса, а кредитқа бастарыңызды сұқпаңыздар, үстіне бірде-бір төлейтіндей 15 миллионға машина алып, үстіне 30 мыңға қайтарып, үстіне 15 миллионға екі машинаның бағасын беріп. Қандай көлік бар, сонымен жұмыс істеп, еңбектеніп табыс табу керек та, ақша жинап, уже машинаны ауыстыру керек, әрине ұмтылу керек, бірақ бастарыңызды қарызға сұқпаңыздар. Қораға кірмеу керек. Қораға кірмеу керек деген. Солай достар, мінекей өте бір жақсы бейнеролик шықты. Рахмет Теміржан, жігіттерге де рахмет. Әбдіше. Құдай қаласа осындай жақсы видеолар шығарып тұрамыз. Шығамыз әлі, көп коллаборация бар. Иә. Осылай достар, келесі видеоға дейін кездескенше, жолыққанша, ал каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға, аман болыңыздар.